Саламатсыздар ма? Қолөнерші қыздар. Мен сіздерге бүгін мына оюдың мастер-классын жүргізгім келіп тұр. Осы оюды любой фетрді аласыз. Мына оюды сызып аласыз. Қарама-қарсы мына оюды тағы да сызып аласыз. Сол кезде ортасындағы үлкен ою шығады. Сосын бөлек тағы сызып оюды түсіріп алсаңыз болады. Міне осы оюды түсірілген фетр, қиылған фетрді осындай пяльцаға сетка керіп, соны ине жіппен тек қана барлығын көріп тұрған оюларыңыздың бәрін өстіп бір-бірден түйреп шығасыз. Қатты тікпей ақ қойсаңыз да болады, кішкене тек түйреп шықсаңыз болды. Осылай міне екі жіппен ғана қадай қойсаңыз, потому что әрі қарай тігесіз сіз. Сондықтан ешқандай қорықпаңыз. Өзіңізге ыңғайластырып пяльцаға керілген сеткаға осылай тігіп аласыз, орнықтырып. Міне көріп тұрғаныңыздай екі ою қарама-қарсы түскен. Соны қиып алдым. Сосын екі оюды отдельно қарама-қарсы, отдельно түсірдім. Сосын сол оюдан қалған қалдықты фетрді лақтырмай-ақ, міне мынандай қалдық қылдырып, тоже ою қылып тігіп жіберсеңіз болады. Ол не үшін керек болатынын соңынан результатта көресіз. Енді кішкентай детальдар керек болады десеңіз, мына фетрді лақтырмай осылай сеткеге тігіп алыңыз. Осылай тіктік. Не көріп тұрғаныңыздай, енді осымен ары қарай жұмыс жасап тастаймыз.